солярка. 1 литр солярка. Жалпы сен қайталап айтпай қой мен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алланың қалауымен 250 моточас трактор жүрді. Енді 250 моточас жүрген жұмыс істеген сайын трактордың майын ауыстырып отыру керек. Енді Алланың қалауымен бүгін ауыстыратын ойымыз бар. Мінекей басқаларын білмеймін, мен осылай істеймін. 1 литр солярка аламда. Тракторды жаңа қыздырып алдық, 80 градус температураға көтерілді. Қазір 1 литр солярканы моторға құйып жібереміз, майға араласу үшін. Майға араласады, май сұйылады. Сосын 1 минуттай тракторды заводтаймыз. Сонда май сұйық болып, көп заводтеп көп тұруға жарамайды әрине. Бұл майдың өзінің вязкості бар ғой. Жаптық мінекей. Қазір заводтаймыз, 1 минут тұрады бұл трактор жұмыс істеп. Сонда денесіндегі, мотордың ішінде денесіндегі май жүретін каналдардың барлығы сұйық маймен жуылып, шайылады. Сосын оны ағызып жібереміз. Сол. Бисмилля. Ал бисмилля деп 1 литр солярка құйғаннан кейін оталдырамыз тракторда. 1 минутта істеу керек. Муфтаны басамыз. Положениесін қоямыз заводтейін. 1 минут істеу керек. Жобамен. Бисмилля. Ал 1 минут өтті. Тракторымызды сөндіреміз. Майды ағызуға берсеміз. Не айтып ма? Майдың канистері. Енді желсіз күн болғаннан кейін воронка ештеңе қолданбаймыз. Тура ағызамыз. Иншалла. Май сұйық, қап-қара. 150 моточастан сәл артық. Егін ору науқаны жүріп жатыр. Алланың қалауымен қазір жаңбырлы күн болғаннан кейін жұмыс тоқтап. Осындай істермен айналысамыз. Тракторде техникалық баптау жүргіземіз. Ал майын ағызып қойдық. Енді фильтрін да ауыстыру керек. Онсыз болмайды. Қазір май ағады. Трактордың бір ойластырылмаған жері осы. Фильтрді алған кезде майды ағызып аласың. Трактордың бәрін былықтырады осылай. Фильтр Минский моторный завод для дизелей D245. Осындай фильтр. Жалпы D240, D245 деген қозғалтқыш модификацияларына 12,5 литр май кетеді. Біз жалпы мынандай Лукойл M10DM деген май қоямыз. Тракторды алғалы бері осы майды құйып келе жатырмыз. Мінекей жаңа фильтр алдық. Дәл осы алынған фильтр сияқты, басқасы жаңасы. Бұрған кезде мынау резинкалары зақымданбас үшін мына жеріне май жағамыз. Сонда бұрған кезде бұл әп-әдемі болып сырғанап отырып қысылады. Кис масло жағамыз. Иә. Мінекей. Енді бұраймыз санда бар. Мінекей бұрайтын жерді бәрі жуылып
сүртіліп қойды. Манағы естеріңізде болса ана жерге май аққан еді. Енді осы жерге бисмилля деп қоймыз. Ал фильтрін жаңадай бұрадық. Енді мынау сливная пробка дейді ғой, май ағызатын пробкасын қайтадан орнына бұрап қоямыз. Майды құюға кірісеміз сосын. Бисмилля. Ал енді бисмилля деп қоямыз майды. 12,5 литр кетеді. Мынау былғысы тұрғаннан кейін май құю кішкене ыңғайсыздау болып тұр. 12,5 литр құйдық. Қақпағын жауып қоямыз. Екі щуп салып тексереміз. 12,5 литр құйып қойдық. Үстіңгі белгі одан сәл артық болып тұр. Олай болып тұрған себебі фильтр әлі таза ғой. Қазір моторды оталдырған кезде осы фильтрға кетеді артық мөлшері, және де жоғарғы уровеньде қалады майы. Мотордың қозғалтқыштың майын ауыстырумен қатар воздушный фильтр дейді. Бұны да ұмытпауымыз керек. Ішінде май болады, мына табақтың ішінде жаңағы шаң бәрі осының ішінде жиналады. Осыны алып, мына жерден табақ алынады. Ішінде фильтрлар болады. Соларды бәрін алып, жуып, орнына салып, майын ауыстырып, қайтадан бірақ қою керек. Май ауыстырған сайын осы нәрсені істеп отыру керек.